Сәлеметсіздер ме? Зат есіммен танысамыз. Зат есім. Зат есім заттың ұғымының атын білдіретін сөз табы кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап береді. Зат есім түрлері. Зат есім тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына қарай, атауына қарай төртке бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі зат есім, туынды зат есім болып екіге бөлінеді. Негізгі зат есім бөлшектенбейтін түбір зат есім, туынды зат есім жұрнақпен жасалған зат есім. Құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады. Күрделі зат есім кемінде екі сөзден тұрады. Мағынасына қарай да екіге бөлінеді. Деректі зат есім, дерексіз зат есім. Атауына қарай екіге бөлінеді. Жалпы есім, жалқы есім. Тапсырманы орындайық. Қай қатарда тек туынды зат есімдер берілген? Ал енді сіздер деректі және дерексіз зат есімдерді анықтап көрсеңіздер.